Жетісу облысында 62 азаматтың мемлекеттік қызмет алу кезінде құқықтары бұзылған. Бұл жағдайлар білім саласында орын алыпты. Мәселен, балаларды мектепке, балабақшаларға қабылдауға тапсырған құжаттары уақытында тіркеуге алынбаған. Негізінде Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2020 жылы шығарылған бұйрығында қызмет алушының өтініші сол күні тіркеуге алынуы керек. Аталған заң бұзушылықтарды облыстық мемлекеттік қызметтер басқармасы қашықтықтан бақылау жасау арқылы анықтаған. Қазір құқық бұзушылықтар қалпына келтіріліпті. Бұл фактер негізінен Көксу, Ескелді, Алакөл, Панфилов және Ақсу аудандарында болған. Мекеме басшылары тәртіптік және әкімшілік жауапкершілікке тартылуы мүмкін дейді басқарма өкілдері. Қазіргі уақытта ол мәселе қарастырылып жатыр. Бізге қосымша хабарланады. Тәртіптік жауапкершілік болсын. Тәртіптік жауапкершілік қарастырылған негізі бұл жерде. Ол бізге қазір қосымша білім басқармасынан хабарланады. Жалпы бізде ел есін ақпараттық жүйесі бар. Біз қазіргі таңда департаментпен мемлекеттік қызметті көрсетуші берушілер, мемлекеттік қызметті берушілердің ақпараттық жүйелерін, барлық ақпараттық жүйелеріне қашықтан байқау жұмыстарын жүргіземіз.